Елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы 24-ші ассамблеяда, Қазақстан халқының ассамблеясында өзі осы сұрақты біраз дамытып, кеңітіп айтты. Естеріңізде болар. Бүкіл ақпарат құралдары оны таратты. Және сол жерде ол кісі тағы да айтты, мына халықтың бұл мәселеге азаматтық тұрғыдан өздерінің бейжай қарамайтындығын көрсеткенде ол да дұрыс нәрсе деп. Сондықтан сұрақ орынды, ал бірақ заң, ол заңның бәрі әбден ойластырылып қабылданған заң. Ол жағы тек қана эмоцияменен біреу оны жанында келіп ойбай барлығы таралып жатыр, бәрі кетіп жатыр, өйтіп жатыр деген оның ешқандай да негізі жоқ. Заңда біріншіден айдан анық жазылған дүние, ешқандай шетелдікке жер сатылмайды. Бұл бір, бұл туралы әңгіме жоқ. Екінші, заңда жердің арендаға берілуі. Басында 10 жыл, кейін 25 жыл. Бұл дүние жүзіндегі тәжірибеден алынып отыр. Дүние жүзіндегі қарым-қатынас. Біз қазір сондай дүниежүзілік қоғамдастыққа кірген мемлекетпіз. Бәрімен қарым-қатынаста отырмыз. Тек қана есігімізді жауып алып, біздің шекарамыз бар деп, өзімізбен өзіміз отырсақ, даму бізге оңайшылыққа соқпайды. Сол сияқты мына жерді арендаға бергендегі не себепті 10 жылдан 25 жылға көтерілді? Өйткені тәжірибенің көрсеткендей, дүниежүзілік тәжірибенің өзінің көрсеткендей, 10 жылда инвестор өзінің шығарған шығынын өтей алмайды. Яғни ол келмейді деген сөз. Қандай да инвестор болатын болса, ол өзінің міндетті түрде өзінің пайдасын ойлауы, ол табиғи заңды нәрсе. Ол ешқандай да оның артықшылығы жоқ. Әйтпесе ол қандай не мүддеменен барады. Сондықтан оған да мүмкіндік беру керек. Ол мына жерге технология келу керек. Жердің мүмкіндігін пайдалану үшін оған көп еңбек ету керек. Оған инвестиция салу керек. Содан кейін біздің Қазақстанның жерінің өзі, оның бүкіл құны да, не болмаса оның құнарлығы да әр өңірде әртүрлі. Әр өңірде әртүрлі. Бір жерде құнарлы топырақ болуы мүмкін, бір жерде құмдауыт болуы мүмкін, бір жерде шығатын өсімдік, бір жерде шықпауы мүмкін. Қазақстанда бәрі бар ғой, оны сіздер жақсы білесіздер. Сондықтан олардың барлығына мүмкіндік жасалған жағдайда. Және бұл заң өзі 2003 жылы қабылданған заң, міне 13 жыл болды. Осы уақытқа дейін ол ешкімнің андай сұрағын туғызған жоқ. Ал енді және бұл заңды кейбіреулер айтып жүргендей, осы тек қана бір аз топ өкімет не болмаса парламент қабылдай салған жоқ. Ол заңды қабылдамас бұрын бұл әлде неше рет, неше түрлі дөңгелек үстелдер өткізіліп, конференциялар өткізіліп, соған шаруа қожалықты мүдделі адамдар қатынасып, солар өздері ұсыныс пікірлерін беріп, мамандар қатынасып, біздің бірінші мақсатымыз, осында отырған әрқайсыңыз сияқты, мен де, сіз де, Бекен, біз бәріміздің осы жерге, ұлтқа деген бірінші мүдделігіміз біздің барлығымыздың жүрегімізде бар. Ал енді ойбай біздің жерде біреу сатып жібереді, біреу анда таратады, мұнда таратады деген ол жаңсақ сөзге мен қосыла алмаймын. Оған айтар уәжім де менің жеткілікті. Мен де мысалы депутат ретінде осы елге, осы жеріміздің, біздің болашағы гүлденсе, ең алдымен оның игілігін біздің халқымыз көрсе. Ал енді мысалы ешкіммен араласпай, ешкімді кіргізбей жата беруге де болады. Солай жатып келе жатыр ғой, ғасырлардан бері келе жатыр. Ал игерілмей жатқан қанша жеріміз бар мысалы. Мүмкіндік бар. Экономика, қазір технологияның дамыған заманы. Сіздер, бізде әр жерде қазір келіп жатыр. Мысалы Алматының төңірегінде, не болмаса оңтүстік Қазақстанда керемет көкөніс өсіретін технологиялар келіп. Оны мен басқаны былай қойғанда, сіздің Атырау облысында, сіздер енді бұрыннан
облыстың жағдайын жақсы білесіздер ғой. Қазір бүкіл көкөністің бәрін өздеріңіз өсіріп отырсыздар ғой. Соңғы жылдары осында біз мағлұматтарымыз барлығы бар. Осы облысты басқарған Бақтықожа Салахиддинұлы, ол кісі алдында Батыс Қазақстан облысында мұнайшы, осы облыстың бүкіл ыстық суығын бәрін басынан өткізген. Сол кісі қазір мәжіліске төраға болып келді. Сол кісіменен біз пікірлесіп, сол кісіден осы жердегі, мысалы, бұрын шыбық өспейді деген жерде қанша дүние өсіп тұрғанынан біздің мағлұматымыз бар. Көздеріңіз көріп жүр ғой. Қызанақ бола ма, қияр бола ма, капуста бола ма, басқа өнімдердің барлығы да өсіп жатыр. Мысалы, талай жерде Қызылорда облысында да көріп жүрміз. Қызылорда облысында жүзім өсті дегенді естігендеріңіз бар ма? Қазір өсіп жатыр. Осындай дүниелер Ақтөбе облысында да өсіп жатыр. Сондықтан ол бар мәселе бұлай, бір нәрсені біз өзіміз игілікке пайдаландыруға мүдделіміз ба? Жоқ әлде ой болмаған нәрсе, әлгі оның затын, оның тегін білмей жатып, мынаның бәрі қирап жатыр, бәрі бүлініп жатыр, ел қаптап кетіп жатыр, басқалар келіп басып алып жатыр деген ондай қоқан-лоқы сөздерге біз қазір көз ашып қарауымыз керек деп ойлаймын. Осы жерде біздің мемлекеттің билігі бар емес па? Жергілікті әкімшілік биліктер бар емес па? Кімге болса да жайдан жай кез келген оның сұраған жерін бере салмаймыз ғой. Ол алдымен жобасын әкелсін. Бәлендей жер сұраса, мәселен, 100 гектар жерге не жасамақ? Ол жасалғанда сол жерге не пайдасы болады оның? Елге не пайдасы болады? Қандай оның шығыны болады? Қандай оның өсімі болады? Содан біз не табамыз? Біз қандай жақсылық көреміз? Ол қандай жақсылық көреді? Соның барлығының есебі осы бақайшығына дейін шұқанақтап тұрып есептеледі ол. Егер ондай жоба сол кезде соған біздің мүддемізге жауап беретін болса ғана, біз оларды кіргіземіз. Ал жауап бермейтін болса, дүдәмәл болса, күмәнді болса, ол жерге енді Құдайға шүкір, біздің халқымыз ешкімде қалай болса солай немқұрайды қарап отырған жоқ. Оған жауапты бүкіл құзырлы біздің мемлекеттік орнымыз бар. Шүкіршілік, осы 25 жылда біз әлем танитын кәдімгі білікті, кәсіби мемлекет болдық. Соның барлығын әлем не үшін мойындап отыр? Әлем мойындап отыр. Ең алдымен біздің елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың біліктілігін мойындап отыр. Сөйлейтін сөзінің орындылығын мойындап отыр. Нұрсұлтан Назарбаевпен бірге сол Нұрсұлтан Назарбаевтың өсірген жауапты деп қойған адамдардың біліктілігін мойындап отыр. Біз мысалы үшін егер бұлай қарасаңыз, ойлаңыздаршы. Мына солтүстігімізде Ресей 150 миллион халық. Шығысымызда Қытай 1,5 миллиард халық. Біз солардың қайсысымен күшпен таласа аламыз? Күшпен таласа алмаймыз. Тек қана біліммен таласамыз. Тек қана ақылмен таласамыз. Тек қана ақыл, біліммен солармен тереземіз тең болып жүреді. Дүние жүзі қазір бізді Қазақстан дәл осы тұрғыдан мойындап отыр. Яғни біздің экономистеріміз сауатты болу керек. Біздің заңгерлеріміз сауатты болу керек. Қандай да есеп қызметкерлері сауатты болу керек. Және жаңашыл технологтарымыз сауатты болу керек. Батыстың технологымен сөйлесе ме, Американың технологымен сөйлесе ме, ол бізді мойындау керек. Бұлармен байқап сөйлесу керек екен. Бұлар біледі екен. Сіз психологиясын көрсеңіз жасыратын жоқ. Талай европалықтар осы Қазақстанға келіп таңғалып, біздің Астананы көріп таңғалып, сонда біз қалжыңдап талайын айтқанбыз. Сендер әлі ойлағасыңдар ғой деймін, біз түйемен жүр деп ойлағасыңдар деп. Сөйтіп талайын жасыратын жоқ. Көзін ашқанбыз ондайда ол. Сондықтан оның барлығы есептеледі. Ешқандай халықтың ұтылысы жоқ бұл жерде. Жердің де ұтылысы жоқ, елдің де ұтылысы жоқ.